words like shit. Ассаламалейкум ардақты ағайын. Жақында сатып алған Нивамызға да обзор жасауға келдік. Обзор дегенде не? Ниваның біз енді қазір моторын, ходовкасын білмейміз. Өткен алғанымызға бір апта болды. Біз бір аптада сезген сезімдерімізбен бөлісеміз және не үшін Ниваны алдық, соны көрсетеміз. Нива жалпы 4x4, то есть 4x4, 1.7 объем, 2012 жылғы машина, ақ цвет болатын кезінде. Біз бұны арнайлап алып қызыл рапторға боядық. Болашақта жаңағындай қыздың көзі қызылда дегендей халыққа бірден көзіне оттай басылсын деп, арнайы Қуанышлаев деген проект үшін осы Ниваны арнап жатырық. Проходимый өте күшті, жол талғамайтын көліктердің бірі. Бұның негізгі кемшілігі мен негізгі артықшылығы бүгінгі күнге менің сезгенім сендерге айтайын. Кемшіліктен бастайық та. Мен жалғыз ғана кемшілікті көрдім. Бұл комфорт вообще жоқ. Комфорт деген сөз және Нива екеуі параллель ешқашан қиылыспайды. Ішінде айқай шум барлығы естіледі. Жаңа еще мен 100 мың теңгеге обещум жасаған, соған қарамастан раздатканың дауысы, кішкентай сықырлаған скриптер, аналар, мыналар, и сиденьялар ыңғайсыз. И то менде Мазданың сиденьялары тұр. Көрсеңдер болады, Мазданың сиденьясы своеобразный, қозғалмайды, ыңғайсыз, жаңағы ручной стеклоподъемник. В общем, дымы жоқ қой бұл айтқанда. Приборлар жанбайды дегенден бәрі, бұның барлығы мелочь, оны істейміз. Енді мен сендерге плюстарын айтайын. Негізгі плюсы маған ұнаған. Ең основной плюс бұның жол талғамайтындығы. Вообще жол таңдамайды, перебереді любой жаққа және өте ыңғайлы парковкаде жолға қоюға. И плюс бұл автокөлікті өздеріңіз білесіздер, шамамен қазір 50 жылға жуық бір кузовта автокөлік шығып жатыр. Демек бұл халықтың разылығын тапқан көлік. Біздің Қазақстан жалпы СНГ-ның жағдайларына таптырмайтын машина, жол талғамайтын машина себебі. И оған қоса запчасти, құрал сайманы тегін десем енді ұят болады жа, бірақ тегінге жақын бағада. Енді мен осыған дейін басқа шетел автокөліктерін айтайын, соның ішіндегі ең осы күнге дейін тегін арзан автокөліктің бірі. Қосымша титановый дисктар жоқ, титановый диск сатып алдық. Чтоб осындай бір Қарасай ауданы болсын, Алматы облысын, басқа бір жерлері болсын, осындай бір табиғаттарын түсіру үшін. Жаңа дрифтовать еткен кезде де мен тек қана шынымен де телевизор, ютубта ғана көретінбіз. Бұл супер сезім екен дрифт жасау. Сосын тағы бір айтатын нәрсе ағайын. Бұл автокөлік не үшін алдық? Қуанышлаевқа. Біздің қазақ қоғамында автокөлікті талғайтын, оны бөлшектеп айтатын, жіліктеп обзор жасайтын каналдар жоқтың қасы екен ютубта. Тек қана үлкен компаниялар бар, солар жасайды. Ал бірақ жеке біз сияқты қарапайым халық қазақ тілінде автокөліктерді обзор жасайтын адамдар жоқ. Себебі мен Ниваны алмас бұрын бір 2-3 ай бойы іздеген шығармын. Басында Прада алам ба деп ойладым. Прадаға қарадым, адамдармен ақылдастым, сөйтіп келіп, или УАЗ Патриот, или Нива деп жатқан кезде басым көпшілік адам Ниваға совет берді. Егер тем более видеоға болатын болса, балыққа баратын болсаң, енді екі адам ғой, семьяны тасымайсың. Енді бір Нива туралы қазақша бір қазақтың обзорын көрейін десең, бірде бір обзор жоқ. Сол үшін қаражатымды құрбан еттім, өзімнің уақытымды құрбан еттім, бірақ сіздерге Нива туралы жалпы Қазақстандағы көліктер туралы обзор жасауға тырысамыз. Біз уақыты келген кезде тағы да бөлек түсіре береміз. Бұдан кейін де артық қандай бір өзгешеліктер болса бұл автокөлікте. Бірақ қазір расход примерно 11-12 литр жетпейді. Соған жақын сияқты негізінде. Менде газ орнатылған болғаннан кейін қатты вообще расходты қазір уайымдап жатқан жоқпын. Баллон кәдімгідей болды ғой. Нива осы үшін арналған ағайын, осы үшін. Оны сәндеп, мен сияқты жүру үшін емес, мен жүремін сәндеп, бірақ сіздердің хабарларыңыз болсын, Нива тек қана осындай жолдарда қолдану үшін арналған. Not a pop, bitch. Not a pop, not a pop.